Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіздер. Мені жоғалтып алмау үшін YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Басыңыз ауырып, жиі көңіл күйіңіз болмаса, үнемі шаршаңқы болып депрессиялық жағдайда болсаңыз, уақытылы ұйқыңыз қанбаса, шаштарыңыз түсіп, тырнақтарыңыз әлсіз болса, онда иммунитетіңіз төмендеген. Ол үшін сіз иммунитетті көтерудің бірден бір жолы ол табиғи өнімдер арқылы көтеру. Иммунитетті жеміс-жидектердің ішінде цитрусты жемістер жақсы көтереді, яғни апельсин, мандарин, грейпфрут жемістері иммунитетті жақсы көтереді. Бұл жемістерде А, Б, С, Д, К витаминдері көп және суық тиюдің алдын алады. Басқа да жеміс-жидектердің өзіндік шипалық қасиеті бар. Банан, құлпынай, қарақат көкөністерден сәбіз, асқабақ көбінесе қолданған дұрыс. Түрлі ботқалар, кашалар және смузи өте пайдалы. Сіздерге пайдалы бірнеше смузи түрлерін айтатын боламын. Алғашқы апельсин шырынын алайық, оны жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Тек таза апельсиннің өзінен жасалған шырын дәрумендерге бай болмақ. Отбасыңыз, балаларыңыз шаршамай, үнемі энергияда жүрсін десеңіз, апельсин шырынын жасап бергеніңіз дұрыс болады. Апельсин шырыны С витаминіне өте бай және энергияға толы шырын болып есептелінеді. Бір апельсиннен сіз 2-3 тәулікке жететіндей С витаминін ала аласыз. Бананды смузи. Құрамы банан, сұлы, айран, алмұрттан тұратын иммунитетке пайдалы смузи түрі. Бананды смузиді таңғы ас ретінде қолдансаңыздар да болады. Өйткені бананда тоғымдылық қасиеті бар. Жазылғандағыдай құрамындағы заттардың барлығын блендерға салып, ессеңіз болды, дайын смузи шығады. Ешқандай қиындық жоқ, оңай ас. Мұздатқышыңызда қысқа сақталған құлпынай таңқурай болса, оған қара бүлдірген, қара жидек, киви, жарты стакан апельсин шырыны немесе су қосып, дәмді смузи жасасаңыз болады. Бұл смузи түрін балалар ерекше жақсы көріп ішеді. Үйіңізге аяқ асты қонақ келіп қалған жағдайда да осы смузиді әдемілеп сәндеп жіберіп, дастарханға қойсаңыз болады. Ананасты смузи. Құрамында банан, ананас, куркума, имбир және сәбіз, су, лимон согынан тұратын смузи. Ананасты кесіп, біраз уақытқа салқын жерге қойып алсаңыз, өзінен шырынын көбірек бөлетін болады. Иммунитетті көтеруге арналған бірнеше смузи түрі сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналымнан бұдан да пайдалы ақпараттық кеңестерді ала аласыздар. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы.